İmam Bukhari rahimahullah ta'ala rivayet etken hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ haram. Adamdардың басына сондай замандар келеді. Адамдар алып жатқан мал дәулеттерін халалдан тауып жатыр ма, яки болмаса харамнан тауып жатыр ма, мүлде мән бермейтін уақыттар келеді. Бұл да болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи уә сәлләмнің шын, ақиқат пайғамбар екендігін. Неге? Өйткені 14 ғасыр бұрын осы заманда болатын оқиғаны Пайғамбар саллаллаху алейхи уә сәлләм қалай дәлме-дәл айтып қойған. Қалай дәлме-дәл айтып қойған. Қаншадан қанша адамдар бар, қаншадан қанша адамдар бар. Өкіметтен ұрласа айтады, субханалла, ой, өкіметтен ұрлауға болады. Қандай өкіметтен ұрлауға болады? Ол сіздің ұрлап жатқан өкіметіңіз сол Қазақстандағы 18 миллион адам, 19 миллион адамның нәпақасы ол. Әрқайсысының әрбірінен ұрлап жатқандайсыз сіз. Егер сіз бір адамнан ұрласаңыз, ертең қияметте бір адаммен есептесерсіз, өкіметтен ұрлап жатсаңыз, ертең 19 миллион адаммен есептесуге тура келеді. 19 миллион адамды қарсыңызға алуға тура келеді. Әрбіріне өзіңіздің не үшін ұрлағандығыңыздың жауабын беріп, сауабыңыздан беріп немесе күнәсін арқалауға тура келеді. Бұл жағдай оңай жағдай емес ағайындар. Бұл жағдай әшейін өткізіп жібере салатын жағдай емес ағайындар. Бірақ осындай замандар келетін деген. Адам процент өсіммен ақша береді, өсіммен ақша алады. Кейбір адамдар бар, банкпен істемекші дейді. Банкпен істемекші, банктер кредит беріп жатыр. Сөйтеді де өздері, субханалла, кредитті банктерге қарағанда 10 есе мән бермейтін жағдайға кетіп қалды. Харамнан табылып жатыр ма, халалдан табылып жатыр ма, сондай мән бермейтін жағдайға кетіп қалды. Бұл деген сөз, ертең қияметте Аллах субханаху ва тағала оның барлығын ұмытып қояды екен дегенді білдірмейді. Ибн Мубарак рахималлаху тағала айтады: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000. Мен дейді, бір күмәнмен бір дирхамды тапуыма қарағанда дейді, Алла жолында 100,000 дирхамды садақа қылғаным мен үшін абзал. Беріп жібергенім абзал дейді. Бір дирхамды күмәнді жолмен тапқан бар. Бірақ біздің адамдар күмәнді жолды қарап жатырмыз ба біздер? Нақты Аллах субханаху ва тағала харам деген. Мәселен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла'аналлаху раши вал муфташи деп. Яғни пара берушіні де, пара алушыны да Алла тағала нәлет дейді. Нәлет, Алланың қарғысы тұр бұл жерде. Егер де сізге қандай да біреу келіп тұрып атаңа нәлет дейтін болса, егер де сізге қандай да бір адам келіп тұрып, ей, оңбаған дейтін болса, сөгетін болса, онымен жаға жыртысасыздар. Төбелесуге дейін барасыз. Шамаңыз келсе ұрып жығасыздар. Ал сіз пара беретін болсаңыз, алуған емес, пара берсеңіз де Аллах субханаху ва тағаланың қарғысы тұрды сіздің мойныңызда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сізді қарғап жатыр. Пара берсеңіз, алсаңыз да сондай. Ей, пара алып, немесе беріп, сонымен жағдайымды жасап алам, сонымен бір, не дейді, аузым аққа, артым тамға жетем дейтіндерін ойлану керек осындай нәрселер. Неге? Өйткені бұның барлығы адамды еш уақытта пұшпаққа шығармайды. Бұндай нәрселер еш уақытта харамнан мал мүлік жинау, хараммен мал мүлік көбейту деген нәрсе. Біреудің ақшасын мәселен алдап кеттіңіз, бүгін бір телефонын алдап кеттіңіз, бір несін алдап кеттіңіз. Ол көрмей қалуы мүмкін. Бірақ Аллах субханаху ва тағаланың құзырында тиын тебеніне дейін есеп қидарыңыз бересіз. Сондықтан да, мәселен, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху дейді: "Күнна надау 19 халал махафат ал-вуқу'i фил харам." Біздер дейді, өз заманымызда дейді, 10 нәрсенің, 10 адал істің 9-нан тыйылатын еді дейді, 9-нан тыйылатын еді. Неге? Харам іске ұрынып қаламыз ба деп. Харам іске түсіп кетеміз бе деп тыйылатын еді. Әй, бұл мәселе қойш. Әй, сұрасаң харам деп жауап тастайды. Молдалар бәрін харам дейді. Ондай нәрсе емес. Адал кәсіппен, пешене теріңізбен қандай жұмыс істейтін болсаңыз да, адалынан не алатын болса, жайттық өте сауабы мол нәрсе. Бірақ харамнан табудың күнәсі, зардабы өте қиын болып жатыр. Өте қиын болады. Сондықтан да ағайындарым, өте бұл нәрселерге мұқият болу керек.